Ассалаумағалейкум, барша автолайк YouTube арнасының көрермендерінің назарына. Тағы да бір автосалон, тағы да бір автобазар, кішкентай болсын. Осындай біздікіндей базар жоқ, базар бар, но бірақ ол жақта основной праворульный бізге кірмейтін конструктор, альфа нелер болмаса, а так мынандай базарлар екен кішігірім. Қазір сұраймыз, бағаларын білеміз. Негізі 3 көлік іздеп отырық. К5 Sonata, либо 3К5. Бізге 2017, 18, 16 жылға машиналар болса болады. Көреміз бізге подходящий, біздің бағаға, біздің ойымыздағы машина шыға ма қарап. Біздің арнада тағы бір жаңа видео шыққан, жаңа бірінші салоннан. Көремдеушілер болса, арнаға тіркеліп, видеосын көріп шықсаңыздар болады. Дальше түсіреміз қазір. Монғолияда барлық салондарға кіреміз. Мынандай Sonata тұр міне. 2 куб бензин. Жылы қанша екен? 2014 бағасы қымбат екен. Бір шеті крашеный машинаның. 2014 4.400.000 теңге дейді. Музыкасын өшіріп тастайсашы, таке? Күн әжептәуір суық. Салон тряпочный ғой. Кожада емес, его көлік не жүр ғой, адасып жартық. Механика десең бәле ғой, автомат машина. Бір К5 етір. Бірақ шаршаған қыраған бұл машина. Мынандай Kia Seltos тұр. Жеттір. Қазір осыны есептетіп полный. Кроссовер. 10 миллион 800.000 теңгеге түсіп тұр ғой. Көріш, под ключ Қазақстанға барып, растамошка. Барлығымен. Кожный салон. 69.460 пробег, родной пробег. Айланбаған, ешқандай. 2020 жылға. Летний баллондарда. Бізде примерно бұл 69.000 пробегпен 13,5 миллион теңге тұрады бағасы. Арзандарда бар, 12 миллионнан басылады. Негізі қазақ учетты Алматыдан неден тапсаңыздар болады. Но бірақ жағдайы бұндай емес. И пробег нормальный болып қалған. 150 мыңнан жоғары машиналар. Отсалар арзанда болады. А мынандай бағадағылар дейді 14,5 болмаса да 13-тен кем тұрмайды ойдағырда. А мынау под ключ 11 миллионға түсіп тұрғы сіздерге. Документімен Алматыға болмаса Шымкентке дейін. Кілтін барып сатып кетеміз о қазақ нөмірімен. Мынандай бір Sonata бар. 2017 мокрый асфальт. 2017 35 миллион сай ғой, примерно. Корейше сайрап тұр. Газ екен бірақ бұл. Кожа, мокрый асфальт. Газ 2017, либо 18 бұрадағында біздікінде тема жоқ, продам деген. Хоқ қояды, бәрін жеке бар. Қажайына кіріп сұрайсын олардың қажайына. Екінші этажға отырады. Кірсең шай беріп қояды, алдап. Көре берсей деп. Пуш-старт, жаныңа не керек бәрі бар. Деті 4,5 миллион мен 5 миллион. 5 миллион ғой. Без растамоска, без ничего. Осы жақтағы тұрған бағасы Sonataның. Қалай бағалары ұнап жатыр ма? Монғолияның. Ұнап жатса лайк басып біздің каналға тіркеліп қойыңыздар. Дальше видео түсіреміз қазір. Осылай көліктер бұны. Мұнда рестайлинг Sonata тұрмын. 2019 жылға. Осы жақтағы тұрған бағасы 7 миллион 200 мың теңге ғой, 7 миллион 200 мың теңге.
саудасы болады, барынша түсіруге тырысамыз, егер алатындар болса. Кожа, рожа полный. Саната 2019. Без растамошка жеттер 7 миллион 200 мың теңге сұрап тұр. Барат енді где-то 1,5 миллиондай кетеді. Может 3 миллион 300 мың кетер, может 3 миллион кетер, может 3 миллион 600 кетер. Оны барғаннан кейін болмаса алатын болсаңыздар, точно есептетуге болады. Каждый машинаны оны сұрап, біз тексерткенімізге ақша береміз да. 15 мың теңге береміз тексеріп берген үшін. Полный пакет қаншаға шығады, под ключ қолыңызға тиетін бағасы мысалға. Маған қызықсаңыздар, осыны точно алатын болсаңыздар, Чимкентке болмаса Алматыдағы сондағы балдарға звондап, полный осының вин нөмірін, документін жібереміз. Содан кейін олар айтады, Қазақстанға келеді, 3 миллион 650 мың теңге болады, болмаса 3 миллион 800 мың теңге болады, болмаса 2 миллион 950 мың теңге болады. Тиынына дейін есептеп береді. Осындай жағдайдағы машиналардан 2 деталь крашеный. На не дейді саната? Газ ғой, Газ. Так. Грандeur газ. Анау волналары бар тоже. 20 ма? Объем? 2 литр газ. 2020 дедім ба? 20. Надан сәл кетіп қапты, зазар. 7 миллион теңге. Шодан кооперативалар бізде 12-ден жоғары тұрады ғой. 12-ден жоғары тұрады. Наны апарсақ біз под ключ где-то 10,5 миллион примерно түсетін бағасы. Ана бір жеріне мәтина ореген. Контейнерден түсіргенде тиіп кеткен ғой. Көрім десеңіздер, тағы бір видео шығарамыз алдыңғы автосалоннан. Қазір дальше Монғолияда барлық салондарға кіріп қараймыз. Полный. Анда япошка тұр, 70. Үш-төрт қазақ жүрміз осы жақта. Бәрін мейін ашты. Жетпісті бөлесің ғой, 70-ге. 70 миллион сай. 70 миллион сай. Соны 7-ге бөлестір. Сосын точно бағасы шығады. 18 екен. 10 миллионға шығып тұр ма? Қымбат. 2 деталь крашеный. Ана крыломен алып тексеріп үлгеріп балдар. Япошка 10 миллион теңгеге шығып тұр. Растаможка 2,5 миллион тұрса 13,5 миллионға примерно 14 миллионға берейін деп тұр ғой. 2018 70-тер. Бірақ пробега қазір кілт орнында тұрса қарап жүрейінші. Минимальный пробегпен да бұлар. Минимальный пробегпен. $125 мың дейді пробег. Прошивка істелмеген. Ана касем сатылыпты. Касем кетіп қапты. 7 миллионға кетті 2020 жылғы. Касем. Өкінішті. Жапсылы олар еді осыған. 7 миллионға. Қиын, сатылып кеткеннен кейін бөлек шығарып қоқ қойыпты. 7 миллион, 10 миллион, так 11-ге жетпейді ғой, растамашқысымен 11 шықпайды. 10 миллион
где-то 310 миллион 400, может 10 миллион 500ге шығар еді. Под ключ қазақ нөмірімен барлығы доставкасымен. Ал бұлар бізде 13-тен жоғары ғой. 14-тен жоғары даже. 2020 жылдар осындай жағдайлар. Көреміз қазір басқа да базардағыларды барып көреміз. Болмаса жаңадан келіп жатқан машиналарды күтіп жатамыз. Осы жерде амал жоқ.